Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерге керемет ашық сабақтың жоспарын үлгісін көрсеткім келеді. Бұл жерде ашық сабақ 5-ші сыныпқа арналған 4-ші тоқсан тақырыбы. Сабақтың тақырыбы санның пайызын және пайызы бойынша санды табу. Оқу мақсаты 5, 1, 2, 34. Берілген санның пайызын табу. Оқушылармен амандасу, түгелдеу, ынтымақтастық ахуалды орнату үшін психологиялық ахуал жиімен жасалған. Бұл сәуір айының сабағы, сәуір айының құндылығы еңбекқорлық пен кәсіби біліктілік айы, еңбек қуаныш, жалқаулық айырылмас азап. Абай Құнанбайұлының сөзі. Енді осы еңбекқорлық пен кәсіби біліктілік айының құндылығына оқушының іс-әрекеті еңбек ету арқылы елін жеріне қызмет ету, көп еңбек еткенге бақыт басын иеді. Әрбір алынған білімді болашақ туған жерге, елге арнау, өз міндетін жауапкершілікпен орындау. Үй жұмысын принтер әдісі арқылы тексересіздер, кітапхана әдісі арқылы 3 топқа бөлесіздер, немесе топқа бөлудің басқа да түрлерін ұсынамыз. Принтер әдісіне оқулықтағы жұмысты алдым, одан кейін қайталауға мына 4 сұрақты алдым. Бұл жерде берілген санның процентін табу үшін не істеу керек? Процентті жай бөлшек түрінде жазу үшін не істеу керек? Бөлшекті немесе натурал санды процентпен жазу үшін не істеу керек? Ширек сөзін процент және бөлшек түрінде жазыңыз. Практикалық тапсырмаға, топтық тапсырмаға 3 топқа жеке-жеке есеп алдым. Есептердің шешімі жанында тұр. Есептер өте керемет. Одан кейін алтын сандық әдісі арқылы жеке жұмысты алдым. Бұл жерде оқулықтағы тапсырмалар. Мысалы, бағасы 420 теңге тұратын ойыншық машиналар 15%-ке арзандатылып сатылды. Балалар бақшасы 7 ойыншық машинаны арзандатылған бағамен сатып алса, неше теңге үнемдейді. Бұл жерде функционалдық сауаттылық есебі кетіп жатыр әріптестер. Келесі, тіктөртбұрыштың ені 6 см, ұзындығы одан 75%-ке ұзын. Тіктөртбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Барлық оқулықтан алынды, жеке жұмысы өте қызық. Сергіту сәтіне қимылды қайтала дейді. Одан кейін YouTube-пен қосып қоямын, қимылды қайталайсыздар. Сіздер өте қызық ойын. Жұптық тапсырмаға пазлдарды алдым, пазлдарды 40 бересіздерді. Оқушылар шығарып, жауабын былай біріктіреді. Осы жерде клейлесе де болады, параққа. Өздеріңіздің шығармашылықтарыңызды қарап, тапсырманы керемет фантазия идеяларыңызбен ұсына аласыздар оқушыларға. Одан кейін Леоник Апс платформасында күшті есептер бар. QR-кодпен кірсе де болады. QR-код жауып қойдым енді. Сіздерге берген кезде ашық түрінде беремін әріптестер. Бұл қымыждан кейін мына жұмыс парақтарын көрсетейін. Жұмыс парақтары цветной түрде өте керемет. Мына пазлдарымыз, бір-бірімен қырқылып осылай қолдана бересіздер. Одан кейін тағы да бір жұмыс парағы бар. Бұл жерде енді мынандай қоян түрінде берілген. Қоянда есептер жасырынған. Қояндардың әдемісін қараңыздар. Есептерімен көмкеріліп, барлығы жақсы ұйымдастырылған көрнекі құрал ретінде қолдансаңыздар болады. Енді жауаптары тұр мына жерде, сәбіздерді. Мына балдарым да қызығып отыр мына жерде. Көрсеңіздер, ойнағысы оқушылардың қызығатыны сөзсіз. Енді слайдты қосайық. Слайдты қосқан кезде бір жақсы жері бұл слайдтың барлығы бір слайдтың ішінде. Тапсырманың барлығы жеке жұмыста, топтық жұмыста, жауаптары да бар, қымыжыда, слайдта да бар кейбірінен жауаптары, кезеңдердің. Сабақтың тақырыбы санның пайызын және пайызы бойынша санды табу. Сосын мына құндылық айы. Сіздер ме балалар? Мен француз математигі Франсуа Виет боламын. Балалар, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Сондықтан білімімізден бұрын тәрбиелі екенімізді көрсете білейік. Енді сіздерге берер тапсырмам. Жасырынған сөздерді өмірмен байланыстырып, өз ойыңмен, ұстазыңмен және сыныптастарыңмен бөліс. Сіздер ме балалар? Мен француз математигі Франсуа Виет боламын. Одан кейін топқа бөлу, 3 топқа бөлінеді. Мына жерде 21 нәрсе оқушыға арналған. Оқушыларымыз азырақ болса, ішінен өшіріп тастай саласыз, ал көп болса, екінші бетке көбейте саласыз. Үй жұмысын былай тексересіздер. Бір жақсы жері үй жұмысын оқушылар барлығы экранмен тексереді. Осылай принтер әдісі шығады, дыбысы шығып тұрады. Оқушыларға да қызығы жасанды элементі түрінде қарастырсаңыздар болады.
Сосын мына жерде сиқырлы Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қызықты тапсырмалар орындаймыз. Сандықшалардың бірін таңдаңдар да, ішіндегі сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Дайынсыңдар ма? дайын болсақ бастаймыз. Мына жерде сұрақтар шығады. Берілген санның процентін табу үшін, бөлшекті немесе натурал сан процентпен жазу үшін не істеу керек? Ширек сөздің процент және бөлшек. Басқа да логикалық сұрақтар күшті тақырып аясында қойсаңыздар болады. Одан кейін келесі бізде топтық жұмыс. Топтық жұмысымыз 3 топтың тапсырмасы, дескриптор сосын жауаптары бар. Одан кейін мына алтын сандық әдісі. Бұл жерде алтын сандықта тапсырмалар шығады. Басты. Ал мына бонус карта деген енді оқушыға 10 балл берсеңіз болады, сыйлық берсеңіз болады. Қызықтыру үшін қайсы оқушыға түссе, сол оқушының несібесі деп ойлаңыздар, әріптестер. Өте қызық, немесе үй жұмысын орындамай келуге саған рұқсат деген сияқты оқушыларды қызықтырсаңыздар, өте қызық болып өтеді сабағыңыз. Сосын сергіту сәті қимылды қайталау, ютубтан кіре береді. Мына пазл, одан кейін леоник апс, бағалау парағын сабақтың басында бересіз ғой, әр оқушы. Әр топқа сол оқушылар жазып отырады топ ішінде. Мысалы, мына мақсат 9 балл жинаса, 9-ды басаса, 10 десе 10-ды прямо бүйтіп басып, ең соңында көрсетсеңіздер болады. Өйткені бағалау жүргізілмеді деп айтуы мүмкін сабаққа кірген әріптестеріміз. Сол үшін осылай. Мына Бексұлтан 6 балға жауап берді, Арайлым 10 балға деген сияқты. Сосын оқушыларыңыз көп болса, осыны қолданасыздар. Мына рефлексияға баған сабақ қиын болды, түсінікті болды деген көп оқушыңыз басса, онда сіз мақсатыңызға жеттіңіз деген сөз әріптестер. Енді мына платформаны көрсетейін. Леоник апс платформасы, QR кодпен де кіріп кете аласыздар. Мына сканерлесе. Енді жауап қойдым, енді сіздерге ашық түрінде ұсынамын. Мына сілтемені басса, осы сілтемені де кіріп кетеді әріптестер. Енді сілтемені басқан кезде мына интернеттеріңіз қосылып тұру керек. Қадағалаңыздар. Егер осы сабақ сіздерге ұнаған болса, мен WhatsApp нөмірін жазып қоямын. Сол нөмірге жазыңыздар. Мақсат ағайдың қазақ тілді YouTube контентін дамытыңыздар, қолдаңыздар. 20% түрінде қай санды жазамыз? 20% қалай жазамыз? Соның жауабын неге жазады? 20%-ті 0,1 неше процентке кетеді? 1%. 0,9 неше процентке? 90%. Осылай 50 санының 20% қанша? 10 болады. 650 санының 20% қанша? 65, 330 болады. 64-дің 1% қанша? 0,64. Қайсы үлкен, жарты ма әлде 37% па? Жарты үлкені, өйткені ол 50%. Жарты дейсіз, өйткені ол дейсіз, сосын 50% деген жазу керексіздер. Түсінікті ма? А санын тап дейді. Егер оның 1% 6-ға тең болса, онда А саны неше екен? 600 деген сияқты. А санын тап. Егер 7% 35-ке тең болса, онда А санын тап. Мен біреу жаза салып, мысалы қате деп ойласаңыз, қайсысы үлкен дейді? Жарты ма әлде үлкен ба? Жарты үлкені. Егер болғаннан кейін бұл тақтаға орындатсаңыз болады, әр топтан бір оқушы шығар, немесе жеке орындаса да болады. Сосын былай тексере саласыздар. Мына 0,1 неше процент? 0,1 неше процент? 1% деген қате жаздым. 0,1 неше процент? Жарты, өйткені ол 50%. Өйткені ол 50%. Мен ашып жазу керек. 1%. Енді дұрыс болды. Енді бұл леоник апс өте қызық ойын. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Неше минут қалды?